Сәлем достар, бүгін өте ерекше пеште пісірілетін пирожки жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көтеріліп пісетін болады. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне сіздерге ыстықтай көрсетіп жатырмын, ортасы толықтай піскен. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жылы суымыз бен сүтімізді қосамыз, одан соң шекерімізді қосамыз және тұзымызды, одан соң сұйық майымызды қосамыз. Мен барлық құрамды описанияға қалдыра кетемін. Және бір ас қасық құрғақ ашытқы қосамыз. Өте сәтті рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Осылай барлығы ерігенше араластырып аламыз, одан соң бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз, одан соң бетін жауып 10 минутқа немесе 5 минутқа қалдырамыз. Одан соң ұнымызды қосамыз, плюс-минус ұн қосуларыңыз мүмкін. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ дайын болды. Енді жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Салмасы қалауларыңызша мен пияз бен картошка қостым. Сіздер капуста қоссаңыздар да болады. Пиязды бөлек қуырып алдым, ал картошкамды суға толықтай піскенше қайнатып алған болатынмын. Картошкамыз толықтай піскенше қайнатамыз және видеодағыдай көрсетілгендей езіп аламыз. Одан соң қуырылған пиязды қосамыз. Және 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш салып, толықтай араластырамыз. Міне салмамыз дайын болды. Енді қамырымыз да көтеріліп тұр екен. Қамырымызды да бөлек ыдыстан алып, 12 бөлікке бөліп алдым. Яғни менде 12 дана пирожки шығатын болады. Осылай видеода көрсетілгендей теңдей етіп бөлсеңіздер, барлығы бірдей болып шығады. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең сәтті деген рецептермен бөлісе отыратын боламын. Осы пирожкиге қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеода көрсетілгендей қамыр бөліктерін осылай домалақ етіп аламыз. Сонда қамырымызды жайғанда домалақ болып жайылады. Видеода көрсетілгендей домалақ етіп жаямыз, одан соң салмасын салып, екі жағынан бөгеміз. Осылай толтырып салмасын саламыз. Менде салмалары өте мол болды. Одан соң қатты нығыз етіп осылай бүгіп шығамыз. Әртүрлі етіп бүксеңіздер болады. Мен тек осылай бүгіп барлығын осылай жасап шықтым. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да 2-3 түрін жасап көрсетемін. Қамырларыңыз жабысып жатса, осылай кішкене етіп ұн сепсеңіздер болады. Көп сеуіп жіберудің қажеті жоқ, өйткені қазір бүккен кезде қамырымыз жабыспай қалуы мүмкін. Қатты үлкен етіп те жайып жібермеңіздер. Осындай көлемде, осындай қалыңдықта болса жетеді. Достар, каналыма кіруді кеңес етемін. Көптеген оңай әрі тез дайындалатын ең сәтті деген рецептермен каналымда бөлісіп жатырмын. Және тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да көптеген рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Қазақша контентті қолдап, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.
міне болдық. Одан соң барлығын осылай табаға салып алдым. Және 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне осылай көтеріліп шықты. Және бетіне мен жұмыртқаның сарысымен бір ас қасықтай сүтімізді қосып толықтай барлық бөлігіне жағып шықтым. Қып-қызыл болып жылтырап көтеріліп бітетін болады. Қалауларыңызша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен ештеңе сепкен жоқпын. Осы арада біз алдымен пешімізді 180 градуста қыздырып алуымыз керек. Қызып тұрған пеште өте күшті пісетін болады. Міне барлығын көрсетіп шықтым. Менде 20-25 минуттай тұрды. Осылай әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.